Баршаңызға сәлем достар. Мен бүгін сіздерге үй жағдайында кекіш жасаудың рецептісін ұсынамын. Каналыма тіркеліп колокольчикті басып қойыңыздар. Ең алдымен бізге қажетті заттар: ұн, айран, қант, сұйық май, разрыхитель, ванилин және 2 жұмыртқа. Бірінші ұнымызға разрыхителімізді сосын ванилинімізді салып, жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте 2 жұмыртқаны жарып, қант саламыз. Қантты 200 грамм қосасыздар. Ендігі кезекте миксермен жақсылап араластырамыз. Осындай ақ көбікше болғанша қант пен жұмыртқаны араластырамыз миксермен. Араластырып болдық. Енді кефирімізді құямыз үстінен. Майымызды құямыз. Май 3 столовый ложка қосасыздар. Және қайтадан жақсылап араластырамыз. Араластырып болдық. Ендігі кезекте ұнымызды қосып, жақсылап араластырамыз миксермен. Ұнды салып араластырғанда іртік қалмауы тиіс арасында. Міне осындай болу керек біздің тестамыз. Қатты сұйық емес, қатты қою да емес, орташа. Келесі кезекте формаларымызды дайындаймыз. Егер сіздерде силиконовый форма болса, бірінші рет пайдаланып тұрсаңыздар, бірінші ішін майлайсыздар. Майлап болдық. Барлығын енді құямын барлығына. Бір формаға 2 столовый ложкадан құясыздар. Барлығын құйып болдық. Енді духовкаға салып 25-30 минут 180 градуста пісіреміз. Кексіміз дайын. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Тестасы өте жұмсақ әрі тәтті болып піседі. Жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.